Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз Түркістан облысы Сайрам ауданы Кулкент ауылындағы нөмірі 65 Әбдірашит Мұзарапов атындағы мектепке саяхат жасайтын боламыз. Мектеп 2016 жылы қолданысқа берілген. Қазіргі күнде мектепте 514 оқушы білім алады. Бұл мектептен көптеген медицина саласында оқитын түлектер шыққан. Қазіргі таңда 10 оқушымыз медакадемия студенті. Мектепте 2 музей бар. Біріншісі заманауи үлгіде салынған электронный музей. Ал екінші музей болса, тарихи ескерткіштер, көне бұйымдар сақталатын музей. Ал музей туралы кішкене мәлімет беріп кететін болсақ, Мұзарапов мектебінің жаңа ғимаратына көшу қарсаңында сол кездегі мектеп директоры жағынан ұсыныс түсті. Мектепте мұражай ашу, мұражай ұйымдастыру. Сол жылы тарих пәні мұғалімдеріне тапсырма берілді. Бірінші қыркүйек жаңа оқу жылы басталған кезге дейін мұражай ұйымдастыру. Бұл енді 2017 жыл 18 жылға тура келеді. Сол жылдары 2017-18 оқу жылында оқушылардың, мектеп мұғалімдерінің, ауыл тұрғындарының көмегімен экспонаттар жинау басталды. 2018 жылы 1 қыркүйек күні мектебімізде үлкен іс-шара болып өтті. Бұл енді музейдің ашылу күні болып есептелінеді. Осы көріп тұрған музейлеріміз 2018 жылы 1 қыркүйек күні ашылған. Түркістан облысы Сайрам ауданы білім бөлімінің қарасты Кулкент ауылындағы Әбдірашит Мұзарапов атындағы жалпы білім беретін мектеп. Бұл мектептің құрылғаны көп жылдар уақыттан бері бізде осы жаңа зданиямызға көшіп келгенімізге 2016 жылдан бастап осы жаңа ғимарат берілді осы мектепке. Содан 600 орындық ғимараттың жалпы сыйымдылығы қазіргі таңда 514 оқушы оқылып жатыр. Мен өзім Қансейіт Пимен Жұмаханұлы осы 2024 жылдың қаңтардың 29 күні осы жерде конкурстық жүйеде директор болып бекітіліп келіп, содан бері қызмет жасап жатырмыз. Мектебіміздің ұжымы өте керемет. Мектебімізде 81 педагог қызмет жасайды. 21 техникалық қызмет, кіші техникалық қызметкерлер бар. Қызмет жасап жатырмыз. Сонымен біздің оқушыларымызға білім беріп, тәрбие беріп, осы жерде үлкен ұжыммен жұмыстар жүріп жатыр қаласа. Мына ұжымымыз өте керемет, ынтымақты, татты бәрі. Әр педагогымыз өз пәніне жауапты, білімді оқушыларымызға өз деңгейінде тәрбие, білім беріп жатыр. Оқушыларымыз да өте керемет, осы тәртіпті, осы мен 4 айдың көлемінде келіп қызмет жасап жатқалы, ешқандай әлі тәртіп бұзушылық оқушылардың арасында ешқандай бұзақылық ешқандай кездескен жоқ. Оқушыларымызға да үлкен рахмет. Біздің енді міндетті мақсатымыз осы алдымыздағы оқушыларымыздың үлкен білімімізді беріп, тәрбиемізді беріп, алда 11 сынып оқушылар бітіріп жатыр. Оқу жылының соңына келіп қалдық қазір. Бұл балдарымызға тілегіміз алдағы уақытта үлкен өмірдің жақсы өз ойларындағы кәсібіне, мамандығына, жоғары оқуларына түсіп, үлкен еліміздің осы тәуелсіздік мемлекетіміздің бір жақсы азаматшасы болып, жақсы мамандар болуына тілектеспіз. Сол үшін үлкен бар педагогикалық ұжымымыз бар. Осы оқушыларымызға қолымыздан келген үлкен тәрбиемізді, білімімізді беріп жатырмыз. Оқушылардың оқып білім алулары үшін барлық жағдайлар жасалған. Әр пәнге арналған өз кабинеттері бар. Биология, химия, физика, информатика,
Кітапхана 2 үлкен бөлмеден тұрады. Бірінші бөлмесінде компьютер және электронный кітаптар бар. Ал екінші бөлме кітаптармен толы. Барлық кітап табылады. Оқушылар бос уақытында келіп, кітап оқи алады. Актив зал 250 адамға арналған. Ол жерде түрлі іс-шаралар жоғары дәрежеде өтеді. Спорт залға келетін болсақ, ол өте үлкен жасыл түсті зал. Мектепте оқушылар бос уақытында келіп, футбол, волейбол, баскетбол, теннис, шахмат, тоғызқұмалақ ойнай алады. Спорттың барлық түрінен жүлделі орын алған оқушылар көп. Асханасы өте үлкен әрі ыңғайлы, түрлі тағамдар жасалады. Қолөнер жағына келсек, ол қыздарымыз барлығы өнерлі. Жігіттер ағаштан әртүрлі ою-өрнек үй жиһаздарын жасайды. Қыздар болса әртүрлі киім-кешек тігеді, әртүрлі тамақтар пісіреді, ою-өрнек, қолдан жасалатын барлық әдемі заттар жасайды. Айта берсек, сөз көп, уақыт аз. Бұл мектептен әлі көп жылдар. Көптеген грант иелері, ғалымдар, білімді доктор және мұғалімдер шығуына сенеміз. Назарларыңызға рахмет.